they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін бізде Наурыз, бірақ қазір сәуір. Жазда жалын тарады, жер бусана жатты будай, күтің есіп төмен қалады, қалаған соны құдай. Бізде ар жақта күшті киіз үй құрып жатыр, және де қыздар әртүрлі ұлттардың тағамдарын дайындап жатыр беседкада. Давайте қыздарды көрсетеміз. Ең бірінші ұлт бізде түрік ұлты екен. Бұл кісілер бізде бірақ домбыра ұстап алған. Наурызбен құттықтаңыздар. Сәлем достар, сендерді келіп жеткен Наурыз мерекесімен, өтіп кеткен Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Сәлем бәріңе достар. Бүгінгі Наурыз құтты болсын. Бәрімізге биылғы және келешек жыл шаттық пен бірлік алып келсін. Күшті, рахмет үлкен. Келесі менің өзімнің өзбек окейларым. Десе бәрі қашып жатыр, бірақ та біз Жанеркені ұстап аламыз да, одан Наурызға тілек сұрайтын боламыз. Болсаң болсын. Наурызға тілек айта салсай қайда қашып барасың? Ақмол болсын. Бірлігіміз арта берсін. Амин. Біз енді өзіміздің академия директорымызға қарай ойысатын боламыз. Ұлыс оң болсын, ақмол болсын. Келесі біз өзіміздің жобамыздың ұлдарынан барып Наурызға тілек сұрайтын боламыз. Наурыз құтты болсын, ақмол болсын, қайда барса жол болсын. Сабақтарыңыз жақсы оқыңыздар. Рахмет үлкен. Енді күліп тұрғандардан сұрайтын боламыз. Бір-екі ауыз сөз тілек. Ұлыс оң болсын, ақмол болсын, берекелі жылдан болсын. Керемет әкем. Тілек сөз. Әміне тілек. Өзбекше айтсай. Қалайқым олысы оң болсын, ақмол болсын. Келген жаңалықтарымыз бәрімізге ақшылықпен келсін. Сіздерге аманшылық тілеймін. Сәлем достар. Сіздердің ұлттарыңыз қандай және де тағамдарыңыз туралы бір-екі ауыз сөз. Бізде бүгін қазақи нақышта киіндік. Бізде ұлттық тағамдарымыз бауырсақ, жент, құрт, қымыз, әртүрлі қазақи, қазақтың дәмін көрсететін тағамдар. Күшті. Келесі кезекте бізде қандай ұлт? Жалпы тағамдарымыз түрік халқының тағамдары. Біз бұл жерде өзіміз спонсорымыз таптық. Донерка, сіздерге рахмет. Карделен, арнайы түріктің тәттісі, пахлабаның 3 түрін алдық. Біреу шоколадный, қызылша қосылған, обычный пахлаба. Пиде, түріктердің жақсы көретін, өте тез дайындалатын тағамдардың бірі. Яқта чип-чип, чип-чипті мен сусын үшін алдым, өйткені қатты шөлек біткен ғой. Искандер, бізде смит бар. Келесі бізде сұхбат беруші Амир. Тілек Наурызға бір-екі ауыз. Наурыз өткеткен пайыз бір ай болды, но өткетсе де Наурыз сезіп тұрмыз. Барлығына жақсы тілектер тілеймін. Рахмет үлкен. Келесі кезекте біздің жобамыздың директоры Таңат ағайдан Наурызға тілек сұраймыз. Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгінгі көктемнің шуақты мерекесі, әз Наурыз мерекесін мұғалім өскемен ұжымы болып, студенттер болып атап өтейік деп жатырмыз. Сіздерге тек жақсылық, бақыт, бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын, дастархандарыңыздан ақ кетпесін. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз құтты болсын. Ұлыс оң болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ең бастысы мұғалім жобасы көркейіп, осындай шаралар көбірек бола берсін. Үлкен рахмет. Мен өзімнің ағайындарымды тауып алдым, өзбектер. Наурыз құтты болсын. Наурыз мейрамы әрдайым осындай қалыпта және де жоғары дәрежеде тойлана берсін. Мұғалім проектіміз жақсы бола берсін, окейларым. Окейларым бүкілі жақсы болсын. Арман мақсатқа жете берейік. Сол деш. Болды, өткен. Сәлем, сендер бүгін негізі қандай ұлт болып киініп керексіңдер? Негізі дегеніміз қырғыз ұлтының киініп келіп. Онда неге қазақша киініп аласыңдар? Қырғыз қазақ бір туған дейді ғой. Сол ұстанып бұйырған келіп қой. Қырғыз қазақ бір туған қырғыз бауырымыздан тілек Наурызға сұраймыз. Ал енді құрметті көрермендер, осы келіп жеткен әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Баршаңыздың үйлеріңізге шаттық, отбасыңызға береке берсін.
Elimiz аман, жұртымыз тыныш болсын. Қырғыз қазақ бір туған ғой, короче. Жер жаһанды бусандырып, табиғатты түлетіп, жыл басы әз наурыз келді. Күн мен түн теңеліп, көк пен жер табысқан, ақ түйенің қарны жарылған ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Бүгінгі біздің шағын концертіміз осынау ұлы мерекенің құрметіне арналады. Наурыз ортақ мейрам, ол татулықтың туын тіккен, достықтың дәнекері болған мереке. Бүгін біздің ортамызда бауырлас халықтардың өз өнерлерімен, сән салтанатымен келген екен. Бірлік бар жерде тірлік бар. Ортаға ұлттық киімдерімен жарқырап шыққан сюжеттерімізді қазақ, қырғыз, өзбек және түрік бауырларымызды қошеметпен шақырамыз. Ал ендеше ортаға қазақ халқын шақырсақ. Орташық билеп отырмыздар. Біз бірінші курс студенттері қазақи нақышта киініп келдік. Қазақ халқының ұлттық киімі ол халқымыздың мәдениетін және сонымен қатар әдет-ғұрпының айқын көрінісі. Бұл бізде сүттен жасалатын қазақтың ұлттық тағам болып табылады. Сүт өнімі тезірек бұзылып кететін болғандықтан, одан қазақ халқы құрт дайындауды үйренген екен. Құрт бұл құрамына тұзда қосуға болады. Келесі кезекте ол бізде жент. Жент бұл бізде тарыдан жасалады, яғни негізгі құрамы тары. Және де оны құрамына қарай май, қант, бал қосуға болады. Көбінде жентті қазақтар жаңағы қонақ келген кезде қонақтарға тарту ретінде беретін болған екен. Ең басты тағамның бірі ол бізде бешбармақ. Қазақтың әр өңірінде әртүрлі дайындалады, бірақ та ең басты элементтері ол ингредиенттері ет, қамыр, тұздық, картоп секілді. Бұл бешбармақты нақты осы уақытта немесе ғасырда деп айту қиын. Себебі бұл қазақ жалпы түркі тілдес халықтардың жазба тарихынан бұрын көшпелі өмір салты бойы қалыптасқан Тарихы бойынша қырғыз және қазақ халқының тағдырлары өте ұқсас келеді. Барлығыңызды білесіздер деп ойлаймын. КСРО құрамына кірген кезде біз қырғыз АКСР болған болатынбыз. Және де сол себепті қазіргі таңда да қырғыз және қазақ халықтарының салт дәстүрлері, тағамдары өте ұқсас келеді. Бізде бірінші бауырсақ бізде қуаныштың, мерекенің белгісі. Бізде қырғыз қазақ бір туған демекші, сондықтан біздің дастархандарымыз да ұқсас болып келеді. Яғни бауырсақтың қалай дайындалып білесіздер деп ойлаймын. Және келесі бізде самсақ. Қырғыз халқына көп рахмет. Ендігі сөзге өзбек бауырларына берсек. Ассалаумағалейкум халқым. Сендер өзбек халқы біздің ұлттық тамақтарды үйсіп сатасыңдар ма? Соны айтам. Үйреніңдер. Көріңіздер, қараңыздар. Біздің ұлттық тағамдарымыздан дәм алыс еңіздер. Жаңа ғана тандырдан шыққан тандыр нан мен тандыр самса иісі мұрынды жарады. Нағыз ерлерге арналған тамақтар бар. Қой етінен және де тауық етінен шырынды шашлықтар. Бұқарадағы атақты люля кебапты жесеңіз, осы өмірден армансыз өтесіз. Vay ülkelerim, dadajonlar, apajonlar. Mına qarangizlar, mına шығыстың тәттілері пахлаба, чак-чак. Бұл жемепсіздер, бұл дүниеге келмепсіздер. Жаңағы қырғыз қазақ бір тумақ демекші, өзбек біздің ағамыз дейді, өзбектердің сомсосын таптаған жан болмайтын шығар осы кезде. Ана жақта дайындалатқан палауымыз да өзімізге иісін айтсаңшы, сол иісін айтсаңшы. Жеген де арманда, жемеген де арманда дейді.
біз 3-ші курс түрік халқының киімдеріне киініп келдік. Жалпы оның тарихына келетін болсақ, түріктің ұлттық киімдері бұл Осман империясының кезінде қалыптаса бастаған. Сонымен қатар бұл тек қана сәнді емес, әлеуметтік мәртебені, оның байлығын, оның сондай бір қызметін көрсететін бір ұлттық бір күшке ие екен. Мен өзімнің образын таныстырсам, бұл Хюррем сұлтанның образы, яғни Сүлеймен сұлтанның бірінші әйелі, ол сарайдағы ең ықпалды әйелдердің бірі болған. Енді тағамдарымызды таныстырайық. Аса танысынан деп, біз бірінші семиттен бастайық. Семит бұл күнжетке оралған дөңгелек нан. Бұл негізі Осман империясынан бері келе жатыр. Және қазіргі кезде Стамбул көшелерінде ең танымал нандардың бірі. Және оны көбінесе таңғы асқа қолданады. Келесі ол бізде пиде. Пиде түрік халқының ол да Осман империясынан келе жатқан тамағы, бірақ бұл көше тағамдарынан емес, ең алдынан сарай тағамдарынан шыққан, яғни өте танымал. Бізге түрік халқының жауынгерлерінің киімі, яғни Осман империясында жауынгерлер қалай киінді, соны түсіндіріп өтейін. Олар бірінші үстеріне шапан, яғни кафан деп аталады. Олар алтын немесе күмістен әшекеленген, кеуделерінде оюлар бар. Ендігі кезекте түрік тәттілеріне кезек берсек, ең бірінші пахлава. Бұл біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырларда пайда болған деседі. Бұл Осман империясы кезінде пахлава шеруі деген бір үлкен дәстүр болған. Бұл дәстүрде Сүлеймен сұлтан бірінші өзінің әскерлеріне осы пахлаваны арнайы Топкапы деген сарайдан жасатып, аспазшылардың сондай бір үлкен бір қолдарынан шыққан десерт. Қазіргі таңда өте танымал. Сонымен қатар бұл көбінесе балдан және де қанттан, шарбат дейді ғой, және содан кейін түрлі қатпарланған наннан жасалады. Кішкентай қыз, саған не керек деп сұрады. Міне, $1, маған ғажайып керек. Қандай ғажайып? Біз ондай зат сатпаймыз, деді сатушы. Тесіле көзі жасаурақ. Менде тағы 11 цент бар. Маған қалай да бір ғажайып тауып беріңізші, деді. Жазылуына не себеп болды? Әпкесінің ғажайыптың барына шүбәсіз сенімі. Егер ол оған сенбесе, ғажайып бар деп ойламаса, ол жаңа дәріханаға бармас еді. Дәріханаға бармаса, жаңағы нейрохирургпен жолықпас еді. Осылайша оның шүбәсіз сенімі інісінің жазылуына алып келді. Жақында алхимик деген кітапты оқып жатқам, сонда мынадай сөйлемді оқыдым. Сол менің жаңа оймен тұспа-тұс келді. Сонда бүй дейді: сен әлденені қатты аңсағаныңда, барша ғалам сенің тілегіңнің жүзеге асуына қолғабыс етеді дейді. Яғни біз бір нәрсеге қол жеткізуіміз үшін бірінші кезекте оған қатты сеніп аңсауымыз керек екен. Кім ғайратты, кім-кімге асқар тұлға, мүмкін деген тағдырдан бас тартуға, неткен ғажап биіктен құлаған тас, сынғанменен қалады тас қалпында. Құзаршыңда, ойпаңда, бұралаңда, қалайларды сын көтіп тұрады алда. Быт-шыт болып кетпей ме қан кесектер, кіп кішкентай жырадан құлағанда. Алуан тағдыры берілген бұл адамға есегінен еш жігіт құлағанда. Жұбатыңдар, аяңдар, өйткені оның
құм болып кетер жігері жылағанда. Алуан тағдыр берілген бұл адамға тұлпарынан ер жігіт құлағанда. Жұбатпаңдар ер адам от жігерін, намысына жамиды жылағанда дейді. Енді бұдан шығаратын түйін, әр жолды бір қысқаша талдап көрейікші. Неткен ғажап биіктен құлаған тас сынғанменен қалады тас қалпында дейді. Яғни тас қанша биіктен құласа да ол бәрібір тас болып қалады. Мәселе ол қашықтықта емес, мәселе тастың өзінде. Яғни айтайын дегенім, адам өзі мықты болу керек деген әңгіме ғой. Ол кейде өмірде неше түрлі қателіктер болады, сәтсіздіктер болады, соған бола біз сынып кетіп жатсақ, онда біздің тас болғанымыз жоқ, әлде анау кішкентай жырадан құлап быт-шыт болған қам-кесек болғанымыз. Қам-кесек деген ол бір балшық аралас, саз аралас тас қой. Ол кішкентай жырадан құласа да ол быт-шыт болып шашылып қалады. Сол секілді ез жігіт есектен құласа да оны аяңдар, ол мүсіркеуге ғана лайық дейді. Ал керісінше тұлпарынан ер адам құлағанда оны жұбатпаңдар дейді. Ол өзі-ақ сол намыстанып өршеленіп түседі. Бұл жерде ер адам деп тұрғанымыз тек ұлдар деген сөз емес, ер деген жалпы қызға да қатысты. Әлия молда болға ерлік көрсетті дейміз ғой. Мәселе сондықтан ер бола білейік. Анау-мынау қателікке сынбау керек. Яғни адамның өзінің ішкі оты мықты болу керек. Енді Әлия деген бір оқиға есіме түсіп тұр. Бір кісінің оқиғасы, бірақ нақты аты жөнін ұмытып тұрмын. Мәселе бұнда оқиға. Атын бір кім деп алсақ болады? Кім деп алайық? Сіздер айтыңызшы. Сапар. Сапар деген жігіт оқушы кезінде мұғалім айтады, қысқасы аудандық әнші балапан деген байқау болады. Соған Сапар, сенің дауысың жақсы ғой, сен қысқасы соған қатыс дейді. Сапар айтады, абай менің енді дауысым ондай бір керемет емес, бармай ақ қояйын дейді. Мұғалім айтады, сен білеміз ғой дауысыңды. Қысқасы қолынан келеді, мақтап қысқасы аудандық жарыс алып барады. Аудандық жарыс басталайын деп тұр, халық жиналып тұр. Енді елестетіңіздер, өздеріңіз де білесіздер ғой, жүрек дүрсілдеп тұрады. Бірінші үлкен сахнаға шығайын деп тұр. Бірақ Сапар мен мұғалімі мынау шымылдықтың артында тұрады, мына жақта. Сөйтіп мұғалімі мақтайды Сапарға. Сапар, сен қолыңнан бәрі келеді. Уайымдама, класста қалай айтып жүрсің, мына жаққа шығып дәл солай айтасың. Біз саған сенеміз, дауысың сенің деген қысқасы бүкіл ел есту керек. Қысқасы мақтаудың бәрі үйіп төгеді. Сөйтеді, ал жақсы, мен ана жерге барып отырамын. Ал жақсы деп түсіп бара жатқан кезде, жаңа мұғалімнің алдынан басқа бір мұғалім шығады. Сосын бұл айтады, мына баладан сенім жоқ дейді ғой. Түсіндіре алдың ба? Алдынан басқа бір мұғалім шығады да, сол мақтап тұрған мұғалімнің өзі басқа мұғалімге айтады, мына баладан сенім жоқ дейді. Ойлап, барынша естірмей сыбырлап айтты, бірақ ол сөзді жаңа оқушы естіп қалады. Сөйтеді де, сол абдырап тұрған кезінде түсінбей қалады да, мені жаңа қанша уақыт бойы мақтап келген мұғалім сенім жоқ деген ең ауыр сөз ғой. Бір келген қонағымызға енді орамал тон болмайды, жол болады дейді. Сол жол мен салт дәстүріміз бойынша әдемі бір сыйлықтарымыз табыстаған жөн көріп тұрмыз. Енді мен уәдеде тұрайын, жаңа 3 студентке кітап сыйлайын деген едім, сол 3 студент сахнаға шықса. Мұғалім және хобби. Енді біз мұғалім болғандықтан бізге де осы қандай жағынан бізге көмек беретінін ойландым. Сол кезде есіме түсті. Осы жылы 6 апталық бізде практика болды. Сол кезде мен 2-3 класстардың сыныптарға сабақ бердім. Олар мектепте компьютер ұстап, мышка ұстап, үйлерінде жоқ екен. Яғни олардың қолынан көп нәрсе келмейді екен. Мысалы, клавиатурада жазу немесе сол сияқты жұмыстар жасай алмайды. Сондықтан оларға PowerPoint ашып бердім. PowerPoint-ға кіріп, сурет сала бердім дедім, қандай тақырыпты өздері білесіңдер, 2 күн тақырып. Бірақ олар сол баста қалай ашты, сол енді тұрып қалды. Ешкім ештеңе баспады, ештеңе салмады. Сосын бір оқушы келіп мені көмек сұрады. Маған салып беріңізші, көрсетіңізші қалай салатынын деді. Сол кезде мен қарапайым бір дүниелерден бастадым, үй салып бердім, тауық салып бердім, бұлттар, күн деген сияқты. Үй сөйтіп бір мен үшін бір оңай дүние болды оның бәрі. Қарапайым бір фигуралардан үлкен қиын бір картина жасау. Бірақ ол бір қызығы балалардың қызығушылығын арттырды. Бәрі келіп мені сұрай бастады. Ағай, мынаны қалай жасадыңыз? Үйретіңізші, көрсетіңізші деп. Мысалы, мынау шар. Мен оны жіберсем жерге құлап кетеді. Неге ол былай қарай ұшып кетпейді деген секілді өмірде мысалдар өте көп. Сол секілді бізде адамдардың арасында солай бір-бірімізге тартыламыз. Келесі.
Адамдар арасындағы тартылыс ол тек қана сыртқы келбет емес, ішкі жан дүниенің тоғысқанынан пайда болады. Мысалы, біз адамдармен үлкен жүректерімізбен, ойымызбен, энергиямызбен, харизмамызбен жақындайтын боламыз. Адамдардың арасындағы тартылыс ол белгілі бір андай біз жаңа бір ортаға барған кезде өзімізге, көзімізге бір жақын көрінген адамның қасына барып тұрамыз ғой, біз сол адамдармен әңгімеміз жарасып кетеді. Сол секілді. Келесі бет. Енді арақашықтық және байланыс деңгейі. Физикадағыдай адамдардың арасындағы арақашықтық, яғни физикалық, эмоционалдық арақашықтықтар біздің тартылыс күші. Бөліскен Амирханов Данияр мырзаны көп қошеметтеп сыйлығын табыстағым келіп тұр. Енді Әзімхан Жансая апайымызды Бүгінгі біздің семинарымыздың спикері Бекзат Құлшар ағай. Ағай, сіз біздің студенттерімізге не айтып едіңіз, қандай тілек, қандай кеңес айтып едіңіз? Менің кеңесім бірінші кезекте жаңа айтқандай өздеріңізге сеніңіздер, сену үшін өздеріңізді таныңыздар дегім келеді. Сіздердің қабілеттеріңіз қандай, ол үшін оны тану оп-оңай келе салмайды, ол үшін іздену керек. Кейде тіпті біраз уақытта әлеуметтік желіден де әлеуметтік желіден өзіңізді былай алыстата тұру керек болады. Өйткені ол жақ кейде адамды ойландырмайды. Сондықтан айтар ақылым, бірінші кезекте өздеріңізді таныңыздар. Кеңесіңіз үшін үлкен рахмет. Ұлыстың ұлы күні әз наурыз құтты болсын!